Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Қыс мезгіліндегі ең пайдалы жемістерді білесіз бе? Қыс мезгілінде ең пайдалы жемістер, олар ең алдымен құрма. Құрма маегінің қызғылт сары түсі, оның құрамындағы бета-каротин мөлшерінің көп екендігін білдіреді. Бұл зат А дәруменінің туындысы, көру қабілетін нығайтады, өкпе мен бронх жасушаларын жаңаландырады. Құрмамен жасалған сүтті коктейль жөтелді жібітуге көмектеседі. Құрмада сонымен қатар никотин қышқылы көп. Ол шаршағандықты басуға көмектеседі және біздің табиғи антидепрессант серотонин гормонының түзілуіне қатысады. Алайда құрманың басты артықшылығы өсімдік қанттары. Ол жүрекке пайдалы және адам одан толмайды. Мюнхен қаласындағы университет ғалымдары келесі нәрсені анықтады. Құрма гипертонияның бастапқы сатысында қысымды дәрі-дәрмексіз қалыпқа келтіруге көмектеседі. Ол үшін күніне 2-3 дана құрма жеу жеткілікті. Келесі пайдалы жемісіміз анар. Анарды жеу немесе шырынын ішу, суық тию мен тұмаудан кейінгі қан тазалаудың тамаша әдісі. Оның құрамында қызыл қан түйіршіктері эритроциттердің түзілуіне көмектесетін ферменттер бар. Анардың құрамында 4 маңызды дәрумен бар. С иммунитетті, Р тамырларды, В6 жүйке жүйесін нығайтады, ал В12 қан формуласын жақсартады. Анардың тұтқырлағыш заттары бронхит кезінде жөтелге көмектеседі. Сонымен қатар ұйқы безінің жұмысын жақсартады. Анар шырынын таза күйде ішуге қарсы көрсетілімдер бар. Келесі біздің пайдалы жемісіміз қыс мезгіліндегі ол алма. Алманың күзгі сұрыпы антоновка. Бұның тұңбасынан жасалған шай ішсеңіз, таңғы суықта ағза тезірек оянады. Пісірілген алма асқазан жұмысын жақсартады. Алма шырыны зат алмасуды жақсартады. Жасыл алмалардың қышқыл тәтті сұрыптарының құрамында темір өте көп болады. Бұл микроэлемент қан үшін маңызды, қаназдық және шаршағандықпен күреседі. Қысқы алмалардың дәнінде йод көп болады. 5-6 алма дәндері тәуліктік қажеттілікті өтейді. Йод суыққа деген аса сезімталдықты жеңуге көмектеседі. Антоновка алмасын қысқы дәруменмен жетіспеушілікке қолданады. Көктемге қарай онда С дәруменінің 90% сақталса, ал басқа жемістерде оның құрамы 40-30%-ға дейін төмендейді. Ал ендеше сіздер алманың қабығының пайдасын білесіздер ме? ақш-тың Айова университетінен доктор Адамстың жетекшілігімен жасалған зерттеу нәтижесінде алма қабығының урсол қышқылының майлары еріту және бұлшықеттерді нығайту ерекшелігінің арықтауға көмекші болатыны анықталды. Тышқандарға жасалған тәжірибелерде алманың бұлшықетті 15%-ға арттыратыны және денедегі майлардың жартысынан көбі азайтатындығын анықталған. Урсол қышқылдың тышқандарда бұлшықет тығыздығын арттырғанымен, жалпы дене салмағын арттырмағандығын да анықталды. Осы себепті алма арықтау үшін жақсы жеміс болмақ. Алманың пайдалары осымен бітпейді. Жүйелі түрде алма жеу қан шекерін, холестеринді және зиянды май қышқылдарының деңгейін азайтады. Доктор Адамс алманың әсіресе уақыт өте келе бұлшықеттері азайған қарттар үшін пайдалы екенін, яғни атрофия деп аталатын бұл аурудың ауру кезде немесе кәрілікте қатты әсер ететінін және оның емі жоқ екенін атап өтті. Атрофия ауруына кедергі бола алатын элементтердің алманың қабығында мол болатындығын мәлімдеді. Сіз күнделікті алма жейсіз бе? Комментарийға өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Қыс мезгілінде қандай жемістерді қолданасыз? Сау болыңыздар.